Мағжан мен Сәкеннің бір аруға ғашық болғанын білесіз бе? 1914 жылы омбыда Міржақып Дулатұлы мен Ғайнижамал Досымбекова үйленеді. Тойға Мағжан Жұмабайұлы мен Сәкен Сейфуллин арнайы келеді. Кеште көпшіліктің назары Ғайнижамалдың сіңілісі сұлу Гүлшахара Досымбековаға түседі. Сүйкімді аруға екі ақын да қатар ғашық болады. Тіпті сол сезім олардың арасында әзіл-қалжыңнан басталған кикілжіңге ұласып, бір-біріне қағытпа өлең жазуына себеп болған деседі. Ақыры Гүлшахара Сәкенді таңдаған екен. Алайда Гүлшахараны тек екі ақынның махаббат хикаясымен ғана танысақ, оның тұлғасын толық аша алмаймыз. Гүлшахара Досымбекова 20 ғасырдың басында қазақ қыздарының білім алып, қоғамдық өмірге араласуына жол ашқан. Ол омбыдағы қыздар гимназиясында оқып, кейін жоғары білім алған санаулы қыздардың бірі. Қазақ жастары құрған Бірлік жас азамат газетінің төңірегіндегі зиялы ортада жүрген. Смағұл Сәдуақасұлы мен Қошке Кемеңгерұлы секілді алашшыл қайраткерлермен араласқан. Тіпті Абай журналы қаржы тапшылығына ұшырағанда алғашқы меценат болып, күміс жүзігін сатып көмектескен екен. Кейін алаш қозғалысына қатысқан Ахмет Сапа Жүсіпұлына тұрмысқа шығады. Бірақ 1929 жылы күйеуі тұтқындалып, 1931 жылы атылып кетеді. Гүлшахара небары 33 жыл ғана өмір сүрген екен. Ал 1923 жылы ол Петропавл қаласындағы балалар үйінің меңгерушісі болып жұмыс істеп, жетім балалар тәрбиелеуге де үлкен үлес қосқан екен.